Назик Кук арнасына қош келдіңіздер. Дәстүрлі тағам қара қуырдақ дайындаймыз. Аса пайдалы, өте құнарлы ас. Видеоны аяғына дейін қарап, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ал онда бастайық. Бізге керегінше жаңа сойылған қойдың өкпе, бауыр, жүрегі, құйрық май, аз ғана ет, пияз және бір картоп қоссаңыз болады, алайда ол міндетті емес. Кеңірдек, бұл қойдың кеңірдегі. Бұл базардан әкелгенде қысқа ғана береді. Бұл тек қана дәмі үшін ғана қуырдақтың. Дәм береді. Мынау жүрек. Пышағыңызды өткілеп аласыз да, әдемі бүйтіп турап шығасыз. Алдымен дайындап, барлығын бір келкі ғып майдалап турап аламыз. Пияздан кейін қуырылатын өкпе, жүрек, құйрық май мен етті бір бөлек ыдысқа майдалап турап дайындап қойыңыздар. Айта кететін жайт, бауыр болса ең соңында 5 минут қалғанда ғана қосылады. Бауырды көп пісіріп жіберуге болмайды. Әйтпесе бойындағы барлық құнары кетіп, қатып, дәмсіз болып қалады. Гемоглобинді көтерем десеңіздер, бауырдан жеңіздер. Мына тоң маймен қуырамыз. Мінекей барлығын қолмен майдалап турап дайындап қойдық. Пияздың жартысын ең басында бірінші қуырамыз. Шойын бұрынғы қара қазаныма енді қара қуырдақты дайындап жіберейін. Алдымен тоң майды салып қыздырып аламыз. Пияздың жартысын сарғайғанша қуырамыз. Кейін өкпе, құйрық май, ет, жүректі қосып, қатты отта 15 минуттай қуырамыз. Бір стақан су құйып қайнағаннан кейін қақпақ астында 1 сағаттай баяу отта бұқтырамыз. Уақыт өте қалған пияз бен бір ғана картопты қосып, бұрыштап, тұздап 10 минуттай пісіреміз. Ең соңында бауырды қосып, тек 5 минут қана ұстаймыз. Осы 5 минуттан артық уақыт ұстамаймыз. Өйткені бауыр қатып қалса, құнар кетіп, дәмсіз боп қалады. Нағыз қанның құрамының сапасын көтеретін тойымды, құнарлы керемет тағам осы қара қуырдақ. Қуырдақты осындай қатты ыстық кезінде жеуге кеңес беремін. Табиғи тоң майға піскен қуырдақтың сорпасына нанды малып жесеңіздер, дәмі деген тіл үйреді. Жалпы қара қуырдақ деген бауыр қуырдағы піскен кезде қаралтқымданып тұратындықтан осылай аталса керек. Мен оқырмандарыма арнамда қазақтың ұлттық тағамдарын, ішінде сирек кездесетін рецепттерді ұсынамын, сондықтан тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Аяғына дейін назарлағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын, берекесін берсін. Şimdi қойдың жүрегі, қойдың өкпесі, содан бар қойдың бауыры, содан қойдың еті болу керек, біз қойдың етін қосып кішкене. Содан құйрық май, картошка. Өте дәмді тағам екен, маған өте ұнады.